Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздермен жеңіл дайындалатын творожный пирог жасаймыз. Видеоны аяғына дейін тамашалап, лайк басып, тіркеліп, өз пікірлеріңізбен бөлісіп отырыңыздар. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майымызға қантымызды араластырып, жақсылап миксерлейміз. Майымыз бен қантымыз осылай жақсылап араласып, воздушный масса болғаннан кейін бір жұмыртқа саламыз, қаймағымызды қосамыз, және 1 чайный ложка содамызды уксуспен гасить етіп, осы жерге қосамыз. Ең соңынан ұнымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, біріктіріп, қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болады. Жұмыс істеуге өте ыңғайлы. Иленген қамырдың бетін жауып, шетке қоя тұрамыз. Қазір біз пирогтың начинкасын дайындаймыз. Начинкасына творог, қант және ванилин үшеуін жақсылап біріктіріп, араластырамыз. Ванилин қосу маңызды емес қыздар. Егер пирогқа хош иіс бергілеріңіз келсе, онда қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап мен блендермен араластырамын, себебі менде зернистый үйдің творогы, сондықтан біркелкі масса жасау керек. Творогтың кез келген түрін таңдасаңыздар болады. Магазиннің пачка творогы да жарайды, үйдің осындай зернистый творогы да жарайды. Міне араласып, бізде осындай біркелкі масса болды. Иленген қамырымызды аз ғана ұнға аунатып, 2 бөлікке бөліп аламыз. Енді қамырымыздың бір бөлігін ұнға ауната отырып, формамыздың көлеміне сәйкес етіп, жайып шығамыз. Менде 4 бұрышты противень болғандықтан, нанды 4 бұрыш қылып жаямын. Противеньді майлаудың немесе пергамент төсеудің қажеті жоқ, тесто жабыспайды. Жайып алған тестаны осылай формаға орналастырамыз. Қамырымыздың шетін осылай біркелкі етіп жасап шығамыз. Сонда пирогымыз әдемі көрінетін болады.
Міне біздің пирогымыздың астыңғы қамыры дайын болды. Енді осы жерге начинкамызды салып, барлығын біркелкі етіп жайып шығамыз. Міне біздің начинкамызда төселінді. Біркелкі болып, енді қамырымыздың екінші бөлігін жайып, шамамен 1-2 сантиметрдей немесе 1 сантиметрдей етіп полоска қып кесіп шығамыз. Дайын болған полоскаларды пирогымыздың бетін решетка етіп жауып шығамыз. Саусақтарыңыздың ұштарын ұнға батырып алып, пирогтың шетін нықтап, жақсылап басып шығамыз. Пирогтың құрамында, тестаның құрамында сода болғандықтан, пирог көтеріледі пісу барысында және қамырларыңыз көтеріліп, бір-бірінен ажырап кетуі мүмкін. Сондықтан әдемілік үшін осылай пирогты біркелкі етіп, барлығын басып шығамыз шеттерін. Қалып қалған кішірек қамырлардан осындай безендірулер жасасаңыздар болады пирогқа. Гүл, жапырақ деген сияқты. Ысырап болмайды, сонда ешқандай қамыр да, начинка да артылып қалмайды. Егер осы рецепті 2 есе көбейтіп жасайтын болсаңыздар ингредиенттерді, онда пештің противенімен бірдей үлкен пирог дайын болып шығады. Енді пирогтың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қоямыз. Жұмыртқаның сарысы барлық бөліктеріне тигені абзал. Қызып тұрған пешімізге сарғайғанша пісіріп аламыз. Шамамен 25-30 минутта пирогымыз осылай болып пісіп шығады. Қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады, бірақ творожный пирог аса қатты әсемдеуді қажет етпейтін пирог, сондықтан сахарная пудра сеуіп әсемдесеңіздер де болады. Өте дәмді шығады, қыздар, жасап көріңіздер. Жанұяларыңызға міндетті түрде ұнайды деген сенімдемін. Астарыңыз дәмді болсын, істеріңіз берекелі болсын.